Дорамалардағы Намсанға қалай барамыз және қанша теңге тұрады? Мен жақында Намсанға сакура көруге барып қайттым. Бірақ өкінішке орай ожидание реальность болып қалды. Сакура деген атымен болған жоқ. Биыл негізінде сакура барлық жерде кеш гүлдеді. Бірақ та того бір жапырақ жоқ, сопиып тұрған ағаштарды көрем деп ойлаған жоқпын. Намсан біздің Алматыдағы Көктөбе сияқты ғой. Ол жерге 3 түрлі жолмен баруға болады: жаяу, канатка немесе автобус. Жаяу көтерілсең 1 сағаттай уақытың кетеді. Канаткамен 3,5 мың теңге төлейсің. Ең ыңғайлы және арзан түрі автобус. Бар жоғы 500 теңгеге суылдатып апарып тастайды. Айтпақшы, Кореяда автобустарда алдыңғы есіктен төлеп кіресің және артқы есіктен шығасың. Мен азанғы 11-лерде барсам, уже миллион турист қаптап жүр екен. Ғашықтар махаббаттарының белгісі ретінде Намсанды клубтармен толтырып тастаған. Туристерге қарағанда шетел азаматтарынікі көп сияқты. Клубтың неше түрлісі сол жерде 4-5 мың теңгеден сатылып тұр. Намсанның атмосферасы негізінде ерекше. Біреулер қаланың төбесінен қарап демалып отыр, біреулерің рамен жеп отса, біреулерің билеп тикток түсіріп жатыр. Мен де сакураның құрметіне жасалған розовый мороженое жеп алдым. Бағасы 3 мың теңге екен. Біраз серуендеп, таза ауамен демалып, миымды тынықтырып қайттым.